Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен бүгін бейбайша, сіздермен муравейниктің рецептімен бөліспекшімін. Бүгін өте керемет болып шығады. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, ешқандай да өкінбейтін боласыздар. Ал менімен бірге болыңыздар. Алдыменен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Бисмиллах деп бастайық. Бірінші ұнымызды електен өткізіп алатын боламыз. Дәл осылай қылып, барлығын електен өткізіп, үстінен разрыхитель саламыз. Сода салсаңыздар да болады. Менде разрыхитель болды. Сол разрыхительді салып, үй температурасында тұрған майымызды салып, жақсылап екеуін араластырып алатын боламыз. Менде сәл қаттылау болып қалды майым. Ештеңе етпейді. Үй температурасында болса, өте әдемі болып, қамырымыз әдемі болып иленеді. Осылайына барлығын крошка жасап алатын боламыз. Крошкамыз әдемі болған кезде, дәл осындай болып крошка болу керек бізде. Одан кейін бір жұмыртқамызды жарып, оны да салатын боламыз. Одан кейін қамыр илейтін боламыз. Мен барлығын описание бөліміне жазып кетемін. Сол жақтан қанша грамм, қанша салу керектігін көрсеңіздер болады. Өте жақсы рецепттердің бірі. Дәл осы рецептпен жасасаңыз, келген қонақтарыңыз риза болып кетеді. Дәл осыны морозильникке салып, қатырып алатын боламыз. Қатқан қамырымызды осылай теркадан өткізіп, менде мына жерде сәл қамырым қатпай қалған. Сіздер қатыруларыңыз шарт. Осылайынан барлығын теркадан өткізіп алатын боламыз. Жұқа-жұқа қылып өткізіп, қызартып, пісіріп алатын боламыз. Сіздер қамырларыңызды қатырып, барып, 2 сағатқа жіберіп істесеңіздер болады. Менікі сәл асығыстау болып, сәл қамырым қатпай қалды. Осылайынан духовкаға жібереміз да, тез-тез піседі, қарап отырасыздар. Осылай қызарып, піскен кезде алып, духовкадан алып, суытып аламыз да. Дәл осылай қылып, араластырып алып, менде сапалы сгущенка, вареный сгущенка қолданамыз. Сапалысын қолдансаңыздар, өте әдемі шығады. Осылайына варенкаларымызды салып, және бір келкі масса болғанша, бір-біріне сіңгенше осылай араластырып, одан кейін осындай стаканмен сулап жеріп, салып, үстінен басып, осындай форма шығарып алсаңыздар болады. Мына жерде және бір рет көрсетіп жатырмын мен. Осылайынан қолымызға ұрғыласаңыздар, өздері түсетін болады. Мінекей екінші муравейнигімі. Және көрсетейін, сулап жереміз стаканымызды. Одан кейін салып, осылай қолдың көмегімен басатын боламыз. Осылайынан жақсылап отырып жасайтын боламыз. Бұны да ұрғылап шығарып алатын боламыз. Мінекей, бізде өте әдемі муравейниктер шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Мінекей, сұлулығымыз шықты. Бізге ас болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.